бір сөзбен айтқанда Зия Алиев былайша айтқанда бізді лақтырып кетті ғой. Мені лақтырып кетті деп айтсам болады. Өте жесткий формат түрінде қадап кетті ғой. Обидно ма? Обидно, это мягко сказано. Қаншама ақша кетті оған, почти өлтірік айтпасам бір 30 мың долларындай кетіп қалды, бір 15 миллиондай ақшам кетіп қалды. Оны есептейтін болсақ, 3 күн қалған кезде Зия Алиев алады да, жекпе-жек болмайды дейді ғой. 4 күні ертең, 4 күні пресс-конференция болу керек екен. 3 күні звондайды. Мұхит, я не могу заплатить тебе гонорар дейді ғой маған. Құрмаған сеніп алған, бір тиын, бір ақша шығармай, бұл өзі пайда көрем деп кетті ғой. 0, 3 шығармады. Бұндай адамдарға біздің Қазақстанда жекпе-жекті болашақта жасамауға бар күш қуатымызды салу керекпіз біз. Не деген сұмдық бұл? Жақтан Зия Алиев келеді. Ұлты Әзербайжан, өзі жағы Майамида ма қайықта тұрады жағы. Қазақстан келеді да, бұл да Ақша істейді. ақша істейді, кетеді. Оны ақша істегенде балалардың еңбегісін берсе жағы, мен естіп атам жағы, өзіңнен жағы естіп атырмын. Қаншама соның промоушнда шыққан балалардың артынан жүгіртіп қойған. Ақшасын төлемеген. Кейбір балалар осы уақытқа дейін ақшасын төлемеген дейді, жылдап жүрген дейді. Соны неменеге біз сондай адамдарға рұқсат береміз? Осындай бізде, біз сол кезде не, былайша айтқанда не, байдан шыққан қатын еліміз ба сонда? Келдің, былайша айтқанда, білген істедің, поимел и ушел.